Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен картоп пирогын пісіру рецептімен бөлісемін. Ол үшін бізге 350 грамм картоп, 200 грамм сүзбелі ірімшік, 5 жұмыртқа, 130 грамм ұн, 100 грамм ірімшік, 80 грамм сары май, 1 шай қасық тұз, 2 сарымсақ бөлігі және 1 шай қасық кинза қажет. Картопты үлкен бөліктерге бөліп, суда қайнатып пісіреміз. Ірімшікті үкіштен өткіземіз. Сарымсақты ұсақтап тураймыз. Картоптың суын төгіп, ыдысқа салып еземіз. Үстінен майды салып араластырамыз. Сүзбелі ірімшікті салып араластырамыз. Жұмыртқаны салып араластырамыз. Тұзды саламыз. Ұнды салып араластырамыз. Пісіретін ыдысымыздың астына май жағамыз. Массамызды құйып, бетін тегістейміз. Үстіне сарымсақты, кинзаны және ірімшікті сеуіп шығамыз.
180 градус қызып тұрған пеште 15 минут пісіреміз. Пирогымыз дайын, астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.